оқушылар, сіздермен біз бүгін өтетін тақырыбымыздың аты бөлшектерді біріктіру, бұйымды безендіру. Бүгінгі сабақтың мақсаты әртүрлі конструкциялар мен материалдардан тоқыма, табиғи және жасанды қолдана отырып бір өнім жасау және безендіру. Бүгінгі тақырыбымыз сіздермен біз бүгін қандай да бір материалдан бір өнім жасаймыз, ол әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ та ол міндетті түрде ұлттық нақышта болуы керек. Ұлттық нақышта дегеніміз қандайда қазақтың элементін қолданамыз, ою-өрнек болуы мүмкін, Жақсы. Енді сіздерге бүгінгі сабаққа арнайы шағын көрме дайындап қойдық. Сол сіздер шағын көрмені жақындап келіп қарап, қолдарымен ұстап, көріп келіңіздер. Қараймыз көрмені. Бұл жерде қыздар не көріп тұрсыздар? Сөмке. Жақсы. Неден жасалынған? Фетрден жасалған сөмкелер, қолдан жасалған, фетрден жасалған сөмкелер. Енді қараңыздар, мына жерде сөмкелер, а мына жерде нелер? Ою-өрнектер, ұлттық нақыштағы біздің өзіміздің ою-өрнектер. Ою-өрнектердің аттарын білесіздер? Қандай ою-өрнектер білесіздер? Аттарын? Ою, қошқар мүйіз, түйе табан, қаз мойын, естеріңізге түсіріңіздер. Енді ою-өрнектерді біздер қазақ халқы тек қана бұйымдарға емес, ыдыс-аяққа да салған. Көріп тұрсыңдар ма? Не? Ыдыс-аяқ. Мынау не? Кесе, ыдыс-аяқтарға салған. Дұрыс айтасың, өте дұрыс айтасың, және ұлттық аспаптарға. Не көріп тұрмыз? Домбыра және торсық, домбыра және торсық. Уже ұлттық нақышта жасалған. Әрғарата не көп тұрсын тағы да? Домбыра және қобыз. Өте жақсы дұрыс айтасың, домбыра және қобыз. Бұл біздің ұлттық құндылықтарымыз, ұлттық құндылықтарымыз. Бір сөзбен айтқанда балалар, бұның барлығы шығармашылық. Шығармашылық, неге шығармашылық? Өйткені бұның бәрі қолдан жасалынған, және ұлттық нақышта жасалған. Біздің ұлттық құндылығымызды біз шығармашылығымызға енгіздік. Солай ма? Жақсы, молодцы. Отырыңдар орындарына. Отырамыз барлығымыз. Енді сіздермен біз бүгін бұйым дайындаймыз дедік, бұйым жасаймыз дедік. Енді сіздермен біз бұйымда жаңағы көргендей әртүрлі сөмкелерді көрдіңіздер, Енді сіздермен біз соның жасау жолын қарайық. Тақтаға қолымыз аударамыз. Не жерде? Қараймыз. Қазақша үлгідегі сөмке жасайтын боламыз. Ол үшін алдымен менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаймыз. Бұны мен балабақшадағы қазақи күрішқа арнап жасаймын. Бізге қажетті заттар, фетр, осындай бояудың үлгісі, және камера, ручка, ручка, ыстық клей және қайшы қажет болады. Ең алдымен сары фетрімізді аламыз. Оған шеңбер сызып аламыз. Циркульмен болмаса тәрелкемен сызып аламыз. Өздеріңізге керекті тәрелкенің көлемін таңдасаңыз болады. Қыздар, енді бұл жерде бізге қажетті құрал-жабдықтар, не жасасақ та бізге материалдар қажет. Сіздердің алдарыңызда фетр, фетр қажет екен, сіздердің алдарыңызда фетр бар, көріп тұрмын, молодцы. Фанера, не үшін керек фанера? Дұрыс айтасыңдар, безендіру үшін керек, әртүрлі фанерандар және өзіңіздің ұлттық ою, дұрыс айтасыздар, ою, Енді әрғаратай тағы видеомызды қараймыз. Сосын сөмкемізді тістейтін жер үшін сөмкеде 2 штук
екінші қапталын тағы да қайырып, трапеция пішінге келтіріп, осылай ыстық кірейін кеткенше жабыстыратын боламыз. Жабыстыру үшін бізге балалар не керек екен? Ыстық желім керек екен. Кім біледі, ыстық желіммен қауіпсіздік ережелерін қайталап өтейікші? Қандай қауіпсіздік ережелері бар? Ыстық желіммен. Ортасына тұрып айтамыз. Қане айтшы? Мына құрылышы ол ыстық болғанда ұстауға болмайды, себебі ол өте ыстық болады және Дұрыс айтасыз, ыстық желім ол тоққа қосылып тұрады, тоққа қосылып тұрғанда оны қолмен, сулы қолмен ұстауға болмайды, және оның арнайы орнатқышы бар, сол орнатқышқа қоямыз, оны столдың үстіне жатқызуға болмайды, арнайы орнатқышқа орналастырамыз, және өте абай боламыз, қолымызбен ұстамаймыз. Күйіп қаласыңдар, дұрыс айтасың, жақсы отыр, өте жақсы. Енді балалар, сіздерге барлығы түсінікті ма? Түсінікті болса, біз қазір өзіміз қолдан жасалған сөмкені істеп көрейік. Ол үшін сіздер алдарыңызда сіздердің нобай жатыр, шаблон деп айтамыз. Осы шаблонды фетрге басып алады екенбіз, фетрге карандашпен, ручкамен басып аламыз. Жұмыс жасаймыз. Фетрге нобайымызды басып аламыз. Basып аламыз. Ойымызды басып аламыз, шаблонымызды болғаннан кейін. Ойымызды баса береміз. Отырмаймыз қыздар. Ойымызды да осылай басып аламыз. Ойымызды да бір жағына басып аламыз. Тезірек. Басып алғаннан кейін. Қыздар, молодцы, өте жақсы. Басып алған кезде сіздерде бізде дайын шаблон шығады. Енді қайшының көмегімен осы шаблонды қиып аламыз. Қыздар, кім айтады, қайшымен жұмыс жасау қандай қауіпсіздік ережесі бар? Қолыңызды кесіп алмау, дұрыс, тағы? Әрине лақтыруға болмайды. Қайшыны сұраған кезде қалай береміз? Шетінен ұстау, бірақ абай болу керек. Қайшының өткірі, жүзі өткір болады. Қолыңызды кесіп алмауымыз керек. Жақсы, әрі қарата енді қайшымен нобайымызды қиып аламыз. Қайшымен нобайымызды тезірек қиып аламыз. Түзу құямыз. Түзу құйсақ, сөмкеміз жақсы шығады. Қиямыз қыздар.
Vaqt chektivli, so'ndiqdan tez qilamiz. Tamasha qiyin bo'lsa So'ada bu yerda voy qiyishdir. Aha. Qanday qayshinalda? Zigzagga deb o'tib. Terus. Kollarımızı bayılmayız. Pausa girişesini sağlayınız. Kıyamız ya. Qiyğanda sizlerce bir dayı şablon çıktı. Çıkma var bize osunda şablon. Dayı şablon жақсы. Енді әрі балалар мына жерде оның ұстайтын несі болады? Ойығы болады, я ұстайтын. Осы ойықты да әдемілеп кесіп алыңыздар. Ойығы болады әдемі. Жерде ұстайтын. Осылай қиып аласыздар, иә?
қысқаша айтыңыздар. Дұрыс, жақсы, өте жақсы. Артық заттарды жинап тастаңыздар, керек емес сіздерге. Кедергі жасай. Жақсы. Өте жақсы Айлана. Қыздар қараңыздар, мынандай екі жағынан ұстайтын ручкасы дейміз, не? Ұстайтын. Осындай жасауды ұмытып кетпейді. Енді Айлана сана бұл жерге екі сызықты жасап, не боламыз, Жақсы, қыздар. Қыздар енді маған бөлімдеріңді бағыңдарды. Бөлімдерші, шамалап, біз сіздермен сергіту сәтті жасап жібереді. Шаршадық қой, Кәне, орнымыздан тұрамыз. Қазақша қимылдармен қимыл жасаймыз. Мұндай кәсібізден қосылсымен. Кәне. Қайталаймыз, Көтереміз, көйімізді көтереміз. Жұмысымызды жалғастырамыз. Мен видеоны қосып қоям. Видеоға қараймыз, түсініксіз жерлері болса. Не, біздің сендерші жасап жатқан ойым, өдегітеріміз, осылай. Жұмыс істей береміз. Thank you.
видеода бәрі көрініп тұр. Bir haftanın içine kışkın yıkayırım. Ekıcı haftanın tağını yıkayırım. Terbiyeti olanlara şimdi yıkayırım. Қайсаған қайда сөзі жұмыс жасайды. Так, қыздар қараңыздар. Бізде дайын шаблон шықты. Так, видеоны тоқтата тұрайық, сосын ары қаратай түсінгіс болса тағы қараймыз. Қараңыздар, бізде дайын шаблон шықты. Енді бұның бір жақсы жағы бұл жасалған сөмкенің. Біз оны тікпейміз, кіремейміз, оны біз құрастырамыз. Құрастырамыз, бөлшектерін құрастырамыз. Міне қараңыздар, екі жақ шетін бір-біріне сәйкестендіреміз да, міне жерде тұтқасын өткіземіз. Тұтқасын өткіземіз. Осылай біз бұл сөмкені өте оңай және тез жасап шығамыз. Және бер жағында екі жағын бір-біріне біріктіреміз және тұтқасын кигіземіз. Сол кезде бізде сөмкеміз дайын болып шығады. Міне сіздермен біздің көріп тұрсыздар ма? Дайын болды ма? Болды, енді бізге не қалды қыздар? Оюмен қазір жылтыр камерадан оюды аласыздар да, мына жерге жапсырасыздар. Сол кезде бізде қараңыздар қыздар. Не істедік біз? Безендірдік, солай ма? Оюмен ұлттық нақышта біз сөмкемізді безендірдік. Жақсы ма? Оңай ма екен? Оңай, жақсы. Онда ары қаратай жұмысымызды безендіреміз. Енді ойымызды қиып аламыз. Мына жерде сіздерге тағы да көрсетем, қалай құрастыру керек екенін. Қараймыз сіздерге. Екі жақ шетін бір-біріне сәйкестендіресіздер. Сәйкестендіресіздер де мына тұтқаны ортасынан кіргізесіздер. Міне кіргізесіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Жақсы ма балалар? Міне біздің сіздермен сөмкеміз тез арада құрастырылды. Міне Хафиза құрастырамыз. Екі жақ шетін. Екі жақ шетін құрастырып.
жақсы. Мына жерге қояйық. Істеп болса, қыздар құрастырамыз. Тағы да көрсетемін. Екі жақ шетін бір-біріне сәйкестендіреміз. Екі жақ шетін тұтқасын ішіне кіргізіп сәйкестендіреміз. Кім айтады, бұл сөмкені қай жерге қолдануға болады? Сыйлыққа беруге бола ма? Иә, дұрыс айтасыздар. Ішіне не салуға болады? Кәмпит салуға болады, дұрыс айтасыздар. Тағы не салуға болады? Жақсы, открытка саламыз дейді, ойыншық, кішкене ойыншықта салып қойуға болады, ине жіп салып қойуға бола ма? Ине жіпті, түймеді, ұсақ түйек заттарды осы сөмкенің ішіне салып қойуға болады. Жақсы, немесе анамызға, сегізінші наурызға сыйлыққа беруге бола ма? Иә, дұрыс айтасыздар, анамызға сегізінші наурызға сыйлыққа беруге болады. Өте жақсы, міне бізде тағы бір сөмке құрастырылды. Тамаша, қыздар. Тамаша. Иә, дұрыс. Дұрыс, дұрыс. Дұрыс. Тұтқасын кіргіземіз. Тамаша. Осылай. Тартамыз, тартып шығарамыз. Енді бізде сәндеу, безендіру жұмыстары ғана қалды. Сәндеу, безендіру жұмыстары. Все, енді соны жапсырамыз. Иә. Жапсырамыз қою өрнегімізді. Біз немен айналысып жатырмыз, балалар? Шығармашылықпен, дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл бізде шығармашыл бала, ойлы бала дейді. Өйткені шығармашыл бала не істесе де, не істеді? Ойлап істеді, дұрыс айтасыңдар, не істесе де, ойлап істеді. Шығармашылық ол әркімнің қолынан келе бермейді, тек қана ақылды ойлайтын балалардың қолынан ғана келеді. Сендер сияқты балалар, өйткені әр нәрсені істеу үшін бірінші ойлану керек, құрастыру керек. Міне Жанелдің де сөмкесі шықты. Өте тамаша. Так, бәріміз сөмкеміз дайын. Өте тамаша, Айлана. Кәне, қолына ұстап. Не, біздің сөмкеміз қандай нақышта шықты? Ою өрнеге, ұлттық нақышта, ою өрнекпен өте тамаша. Қошқар мүйіз оюы, енді орынды жинастырып, құрал саймандарды жинастырып. Так, жұмысымызды аяқтап жатырмыз. Айлан, екінші жағына да жапсыруға болады, мысалы сөмкені. Орынды шамға жинастырып. Бер жағына да жапсыруға болады, ою өрнекті. Тамаша, қыздар. Кімге көмек керек? Көмектесіп жіберемін, үлгермей жатсаңыздар.
Дұрыс, інжу көмектесіп жатыр. Жақсы. Інжу, молодец. Бір-біріне көмектесеміз. Тартамыз, тартып шығарамыз. Жақсы. Жерімізді алсын. Жаңа былай екі бүктесіңдер. Жабыстыру жерлерін қиындық туылса, видеоны ары-қаратай қарауға болады. Тамаша, обязательно тезірек ойымызды жабыстырамыз. Қыздар, тағы бір сөмке бізде дайын болды. Дайын сөмкелеріңізді алдарыңызға қойыңыздар, жұмыс орындарды жинастырыңдар. Кім аяқтады, қыздар? Өте тамаша. Бүгінгі жұмыс сіздерге ұнады ма, қыздар? Немен ұнады? Несі ұнады бүгінгі? Бүгін сендер сөмке жасауды үйрендіңдер. Тағы не үйрендіңдер? Ою өрнекті ойып үйрендіңдер. Бұл сөмкенің артықшылығы неде екен? Артықшылығы. Тігуге және клинеп керек емес екен, оны құрастыру, біріктіру арқылы екен, жинайды екенбіз. Өте жақсы. Сабақты сіздерге бүгін қызықты болды ма, балалар? Бір-бірімізге көмектесеміз, әлі де аяқтамаған оқушыларымыз бар. Тезірек құрастырамыз. Дайын сөмкелерді, қыздар, дайын сөмкелерді біз көрмеге қоя аламыз ба? Қоя аламыз, енді сіздердің өздеріңіз көрмелеріңіз болады. Дайын сөмкелерді бұл жерге көрмеге қояйық. Кәне, аяқтап болса жұмыс орындарымызды жинаймыз. Кім аяқтады, көрмеге сөмкелерін қоюға болады. Бір-бірлерімізге шапалақтап қояйық. Жұмысты аяқтаған балаларға өте жақсырып қойып, жұмыс орнында жина, сосын жапсырасын. Жұмыс аяқталғаннан кейін балалар білесіздер, жұмыс орындарымызды жинаймыз, құрал жабдықтарымызды орнына қоямыз, қоқыстарымызды жәшікке тастаймыз. Ең бастысы бізде тазалық,
жұмыс орнымыз таза болу керек. Сондықтан кәне балалар, жұмыс орындарымызды жинаймыз, артық заттарды қоқысқа тастаймыз және дәрі сөмкелерімізді не істейміз? Көрмеге қоямыз. Өте тамаша, кәне. Тазалаймыз, қоқысқа тастаймыз, орнымыздан тұрамыз, жинастырамыз. Құрал жабдықтарымызды орнына қоямыз. Тамаша, Айлана бізде тоже жұмысын аяқтады, Жанел жұмысын аяқтады. Өте тамаша жарайсыздар балалар. Сөмкелер өте тамаша шығып жатыр. Сәлде уақыт бар бізде әлі, сондықтан құрастырамыз. Ойымызды мынау ішінде қағазын алыстық. Тамаша, тағы бір сөмкемізді аяқталды. Ортамызды жинаймыз, қыздар. Тағы да қайталаймыз. Бүгін не үйрендік сіздермен? Фетрде сөмке құрастырдық. Дұрыс айтасыз, фетрде сөмке құрастырдық. Оған қандай тағы ұлттық тақышта болу үшін не істедік біз? Ою өрнек, қазақтың ою өрнегіне жапсырдық. Өте тамаша, бәріміз аяқтадық. Балалар өте тамаша, барлықтерін сөмкелерді қолдарына алдылар. Қолдарына сөмкелерді. Бәрімізде 100% жұмысымыз шықты ма? Шықты ма? Кәне, қолымызға көрсетейінші, бәріміз бетіп, орындарымызға тұрамыз. Сөмкелерімізді көрсетеміз барлығымыз. Алдарына бетіп ұстанды. Кәне. Ұнады ма бізге бүгінгі сабақ? Ұнады. Бұны біз не істейміз бұл сөмкелерді? Көрмеге қоямыз. Анамызға, 8 наурызға, сыйлыққа береміз, Ұнайды ма сіздерге бұндай сыйлық? Анаңызға қала білесіздер? Әрине, ұнайды, Жақсы қыздар, молодцы, барлықтарың бүгінгі сабақ сіздерге өте жақсы өтті деп ойлаймын. Сау, саламатты болыңыздар. Келесі сабақта кездесеміз, жақсы ма? Өздерімен бірге алыңдар.